Баршаңызға сәлем, сіздермен Эльмира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді етті рулетпен бөлісемін. Бізге керек болады ұн, разрыхлитель, жұмыртқа, сары май керек болады. Песочный тесто сияқты жасаймыз. Дәл осылай майымызды ұнмен біріктіреміз. 100 граммдай сүт керек болады. Керек болған жағдайда су қосамыз. Әркімнің ұны әрқалай болғандықтан кейбір ұндар суды көп қажет етеді. Сондықтан маған су керек болды. Дәл осылай қамырымызды илеп аламыз. Қаймақ қосуға да болады. Су қосқыңыз келмесе, өте дәмді болып шығатын рулеттердің бірі. Енді мен етті қолдан турап алдым. Пиязды, дәмдеуіштерімізді саламыз. Дәл осылай араластырып аламыз. Қамырымызды, тынып тұрған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алдым. Үлкен зуала қамыр болды менде. Соны 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді оны жаямыз. Өте жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Дәл осылай жайып. Енді салмасын саламыз. Салмасын салып аламыз. Мен теңде 3 бөлікке бөлдім салмасын. Дәл осылай бөліп салып аламыз. Енді орама сияқты ораймыз. Дәл осылай видеодағыдай жасайсыздар. Песочный сияқты болып піседі қамыры. Өте дәмді. Шетін осылай түйіп қоюды ұмытпаңыздар. Дәл осылай енді формамызға орналастырып, үстінен жұмыртқамен сүтті араластырып, мен жақтым. Үстіне әсемдік үшін кез келген макты кунжутты пайдалануға болады. Мен кунжут пайдаландым. Ауызашарға, сәресіне өте дәмді. Балалар үшін қызық, өте дәмді рулет болып шығады. Дастарханға кесіп қойғанда да өте әдемі. Дайындап көріңіздер. Өте ерекше рулеттердің бірі. Сіздермен болған Эльмира. Каналыма тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода амандықта кездескенше сау саламатта болыңыздар.